Қайқауыз, қабусынама, екінші тарау, пайғамбарлардың қасиеті туралы. Ей перзентім, білгенің жақсы. Алла тағала күллі өзінің құдірет күшін, әділдігін әмбеге паш етті. Әрбір зат, жан жануарға қадір қасиет, түр тұлға, көрік, сипат берді. Алла тағала білімсізден білімдінің, көріксізден көрікті сұлудың, жоқшылықтан баршылықтың абзалдығын танытып, адам мен хайуанның парқын аспан мен жерде ете білді. Әрбіріне өзіне тән түр тұлға, сыр сипат берді. Және ол қасиетті өзінен соңғы үрім бұтақтарына да дарытты. Көру үшін көз, сөйлеу үшін сөз, ойланып пайымдау үшін ақыл ес берді. Алла тағаланың құдіреті күштілігін күнсіз сәуле және жылылық таратуға, бұлтсыз күн жаудыруға шамасы келетіндігін байқауға болады. Алла тағаланың кереметінің шегін болжауға ешкімнің де ақылы жетпейді. Жұлдыздар әсерімен дүниеге ізгілік немесе апат жіберуге құдіреті бар. Жақсылық пен жамандыққа өзінен басқа бір қалыс заттарды себепші етеді. Мәселен, бұлт жаууға, күн дүниенің нұрлануына, түн қараңғылануына, жұлдыздардың ағуы қараңғыда жарқырап көрінуге себеп болады. Бұлардың алма-кезек ауысып тұратын қозғалысына тән жүйелі заңдылықтар бар. Егер бұл заңдылықтар бұзылса, жүйесіздік, тәртіпсіздік белең алып, дүние астан-кестең болады. Осы табиғи заңдылықтардың сақталуы нәтижесінде күллі әлемде жүйелі тәртіп орнайды. Осыған орайлас дүние түйсігінде жаратқан. Дүниеде бір нәрсе пайда болса, ол екінші нәрсеге айналып, Алла тағаланың әміріне дәлел болады. Ей перзентім, қалайда дүние заңдылықтарына немқұрайлы бейтарап қарауға болмайды. Оның оңы мен терісінен, өңі мен астарынан хабарың болсын. Мысалы, тұқымның өніп шығуына топырақ пен су себепші. Егер жерге сепкен ұрығың уақытылы бөртіп шықпаса, ол тек қана жердің кінәсі деп түсінбе. Сол сияқты ойлаған мақсатың орындалмаса, оған жұлдыздар немесе заманы айыпты деп ойлама. Олардың кейбір кері әсері болғанымен, тікелей қатысы болмауы ықтимал. Мәселен, ұрықтың өніп шығуына жердің тікелей қатысы бар. Бірақ бидай ексең, одан арпа өндіруге шамасы келмейді. Жұлдыздардың да ықпалын осылай түсіну керек. Дүние түзілгенде ұлы даналықпен түзіліп, оған көркемдік пен сұлулықты үйлестіреді. Егер оған жіті көзбен назар салсаң, көркемдік көкжиегінің шексіз екендігін байқайсың. Дүниедегі өсімдік пен жан жануар ішіп жемек, киім кимек, жақсылық пен жамандықтың бәрі де дүниенің мүлкі, көркі, сұлулығы деуге болады. Алла тағаланың кереметінен де осыларды байқау керек. Ей перзентім, білгенің жақсы. Алла тағалам дүниені жаратумен бірге ризық несібені қоса жаратты. Ішіп жеуді, нәпсіні жаратты. Бұлар болмаған жағдайда дүние бір ойыншық сияқты ғана болар еді. Алла тағала адамзатты жаратты. Оған қажетті заттық игіліктердің алуан түрін пайда қылды. Адамның өмір сүруіне қажетті өнер, білім, саясат ағымдарын жаратты. Егер саясат салтанат құрмаған жағдайда, адам баласы көп нәрседен хабарсыз қалған болар еді. Сондықтан адамзатқа саясат ауадай қажет болады. Саясатсыз қоғамда әділетсіздік, үстемдік құруы сөзсіз. Алла тағала саясатты дұрыс алып бару үшін пенделеріне пайғамбарларды жіберді. Халыққа Құдайға құлшылық етудің жолдарын үйретсін деді. Алла тағаланың берген ризық несібесіне түр тұлға, көрік сипатына шүкіршілік етіп, мойын ұсындыру үшін жіберді. Адамның қасиеті басқа түрлі жан жануардан әлде қайда жоғары дәрежеде. Сондықтан да адам баласы өзін тура жолға салушыларды танып білуге міндетті. Ризық несібені жеткізушіні ойында сақтауы шарт. Пайғамбарлардың бар екенін ақиқат деп түсініп, Әзіреті адамнан Мұхаммед саллаллаху алейхи саламға дейінгілердің бірінен бірін кем демей, дінге шын көңілмен сеніп,
алла тағалаға құлдық етушілерден дүниеде өзінен соңғыларға жақсы атақ қалдырады.